Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті шәкірттер, сізден бірге байланысты мен Әлібек ағай, Қазақстан тарихы кезекті видеосабақ және бүгінгі өтетін тақырыбымыз, құрметті оқушылар, бұл Жанғожа Есет Батыр бастаған көтерілісшілер. Енді Жанғожа мен Есетті бастамас бұрын, құрметті оқушылар, бірінші осы бір картаны назар аударатын болсақ. Қараңыздар, әлбетте ұлт-азаттық қозғалысы біз көбінесе Ресей империясына қарсы көтеріліске шықтық. Бұл Сырым Датұлы болсын, бұл Исатай Махамбет болсын, бұл Кенесары хан болсын, біз Ресей империясына қарсы соғысқан болатынбыз. Алайда Ресей империясынан басқа да біздің жауларымыз бар еді. Мысалыға, мынау біздің қазақтардың жаңа сол кездегі территориясы десек, біздің Қазақстанымыздың астында мына жақта Хиуа деген хандық бар. Мына жақта Қоқан деген хандық бар. Осы Хиуа Қоқан хандықта біздің Қазақстанның оңтүстік аймақтарын не істеген болатын? Басып ала бастаған болатын. Мынау қараңыздар, міне, мен қазір қызылмен белгілеген жерлер, осы жерлерде Ресей империясы әлі келмеді. Ресей империясы бұл жерлерге жетпеді. Ресей империясы кіші жүзді басып алды, орта жүзді басқарып жатты, бірақ та Қазақстан оңтүстік аймағына әлі жетпеген болатын. Және осы кезеңде Хиуа, Қоқан сияқты хандықтар біздің қазақ халқының оңтүстік аймақтарын басып алған болатын. Мысалға келетін болсақ, құрметті оқушылар, Қоқандықтар 1808 жылы біздің Ташкент қаласы, қазіргі Өзбекстан астанасы болғанмен, ол сол кезде біздің қаламыз болды. 1814 жылы Түркістанды жаулап алған болатын. Және де жаңағыда Қоқандық мемлекеті 1818 жылы Сырдарияның оң жағалауында Ақмешіт деген бекіністі тұрғызған болатын. Мынау суретке назар аударатын болсақ, міне мынау сурет бізде Ақмешіт бекінісінің салынуы. Енді картаға назар аударатын болсақ, құрметті оқушылар, міне картаға назар аударатын болсақ, міне қараңыздар. Міне Қоқан хандығы, Қоқан мемлекеті, міне 1808 жыл Ташкент, Түркістан 1814 жыл, және міне мына жақта Ақмешіт деген бекіністі 1818 жылы басып алған болатын. Осы кезде Ақмешіт бекінісі, 1818 жыл қаланған Ақмешіт бекінісі күшті бекіністердің бірі болып кетті. Неге? Өйткені Ақмешіт кәдімгідей сауда жолы үстіндегі ірі әскери бекіністердің біріне айналды. Және де Қоқан хандығы до того офигели, қазақтар сендер бізге салық төлейсіңдер деп салық төлеткізіп қойған болатын. Яғни осы Ақмешіт бекінісінде жиналып, қазақтар өкінішке орай Қоқан хандығына зекет және ұшыр сияқты салықтарды төлеу керек болды. Неге? Өйткені қазақтардың өзі осы кезде енді кіші жүз Ресей империясының қол астында, орта жүз Ресей империясының қол астында, оларға қарапайым көмектесетін адам болмай қалды. Және де амал жоқтан жаңағыдай қазақтар, Қазақстанның оңтүстік аймағындағы қазақтар қоқандықтарға не төлеу керек болды? Салық төлеу керек болды. Осы кезде біздің әйелдеріміз де, балаларымыз да Қоқан хандығына күнде құл және де күнде болған болатын. Және де біз тарихи сахнаға міне осы тарихи тұлғаны түсіндіреміз. Бұл суреттегі тұлға Тентек төре деп атайды. Тентек төре. Енді рас есімі негізі Рүстем төре деп аталады. Рүстем төре. Енді Рүстем төре ат айтып тұр, Шыңғыс хан ұрпағы екен. Және ол қоқандықтардың осындай бір озбырлығына шыдай алмады. Қоқандықтар сендер кімсіңдер деп ше. Сөйтіп 1821 жылдан бастап осы Тентек төре Қоқан хандығының езгісіне қарсы көтеріліске шыққан болатын. Бізде сұрақ болады, Тентек төренің басқаша есімі қалай десек, біз Рүстем төре дейміз. Және Рүстем төренің көтерілісі қай жыл басталды? 1821 жыл болған болатын. Көтеріліс бізде Шымкент, Әулиеата, Түркістан сияқты аумақты қамтыған болатын. Міне Шымкент, Әулиеата сияқты және Түркістан, міне осы жерлерді жасылмен бейнелеп тұр ғой, сол жерлерді көтеріліс қамтыған болатын. Алайда құрметті оқушылар, осы Тентек төре бастаған көтеріліс өкінішке орай жеңіліске ұшырады, өйткені Рүстем төренің қол астында не ғана аз ғана әскер болған болатын. Енді Жанғожа Нұрмағамбетұлына басайық. Жанғожа Нұрмағамбетұлы бізде Хиуа хандығына және Қоқан хандығына күрес жүргізді. Тек қана Қоқан қана емес, сондағы еще Хиуа хандығына күрес жүргізген болатын. Енді 19 ғасырдың бірінші жартысында Қуандырия деген өзен бар. Осы Қуандырия өзенінің бойында Хиуа хандығы арнайы бекіністер тұрғыза бастаған болатын. Хиуа бекіністер тұрғыза бастағаннан кейін біздің сыр бойындағы қазақтар кішкене қиналып қалды. Осы кезде сыр бойындағы қазақтарды, яғни қазіргі Қазалы, Қармақшы сияқты жерлерді қорғау үшін
бізде тарихи сахнаға хиуалықтарға қарсы шекті руының батыры Жанғожа Нұрмағамбетұлы көтеріліске шыққан болатын. Мына жақта хронологиялық жылы дұрыс жазылмаған. Неге десеңіздер, Жанғожа Нұрмағамбетұлының хронологиялық жылдары мына жақта 8 мен 7 ауысып кеткен екен. Негізі ол кісінің өмір сүрген жылдары 1780 болады. Және де 1860 жылдар болады. Яғни 1780 мен 1860 жылы өмір сүрген Жанғожа Нұрмағамбетұлы осы Хиуа хандығына ең алғаш көтеріліс бастаған болатын, құрметті оқушылар. Енді бізде ұбт базасында арнайы сұрақ бар. Жанғожа батыр кімнің ісін жалғастырушы деген. Естеріңізге сақтаймыз, құрметті оқушылар, көбісі осы сұраққа Есет батыр деп жауап береді, бірақ именно осы сұраққа жаттап алыңыздар. Именно Арынғазы Әбілғазыұлының ісін жалғастырушы бұл бізде Жанғожа батыр болып саналады. Яғни сұрақ болады, Арынғазы Әбілғазыұлының ісін жалғастырушы кім десе, осы Жанғожа Нұрмағамбетұлы жауап береміз. Жақсы. Енді осы Жанғожа Нұрмағамбетұлы туралы бізде атақты қоғам қайраткері Мұхамеджан Тынышбаев бір керемет сөз айтқан болатын. Яғни Жанғожа ол орыстарды да, хиуалықтарды да және қоқандықтарды да мойындамады. Ол қазақ мүддесі үшін до конца тұрды дейді. Енді Жанғожа батырдың көтерілісіне байланысты арнайы хронологиялық жылдарды еске түсірейік. Негізі енді Жанғожа Нұрмағамбетұлының көтерілісі қай жылдар болды десек, біз көбінесе айтамыз 19 ғасырдың 30-50 жылдары деген. Өйткені Жанғожа Нұрмағамбетұлының көтерілісі нақты бір хронология жоқ та. Мысалға Кенесарыда бар, 1837-47 дейміз. Исатай Махамбеттікі 1836-38 дейміз. Енді Жанғожа Нұрмағамбетұлы неге нақты жылдар жоқ десеңіздер, себебі біріншіден Жанғожа Нұрмағамбетұлы кейбір жылдары Кенесарының әскеріне қосылған болатын. Кейде енді көтерілістері жаңағындай тоқтаған болатын, кейде демалған болатын деген сияқты. Нақты айтатын болсақ, именно Жанғожа Нұрмағамбетінің көтерілісін біз осы ғасырмен келтіреміз. 19 ғасырдың 30-50 жылдары деп. Енді көтеріліс неден бастады десеңіздер, Жанғожа Нұрмағамбетұлы 1836 жылы Хиуаның ірі бекініс қамалы 5 қаланы талқандайды, құрметті оқушылар. Енді Қазақстан тарихында бізде 2 кітап бар. 8-ші сынып Қабылдинов, 8-ші сынып Омарбеков деген. Енді осы 8-ші сыныптың Қабылдинов деген кітабында бізде Жанғожа 5 қала бекінісін басып алды деп 36-шы жылды көрсетеді. Ал енді 8-ші сынып Омарбеков деген кітапта Жанғожа Нұрмағамбетұлы 5 қаланы 1842-де басып алды дейді. Енді ұбт базасына қайсысы кіреді десеңіздер, сіздер менің курсымды оқығаннан кейін біз сіздерге артық информация оқытпаймыз, ұбт базасына кейін ақпараттарын оқығандықтан біз 1836 деп оқып жаттаймыз. Түсінікті, өйткені ұбт базасында 1836 деп сұрайды. 1843 жылы Жанғожаның сарбаздары Қуандариядағы Хиуа бекінісін талқандады. Бізде сұрақ болады, Жанғожа Нұрмағамбетұлы Қуандариядағы жаңағындай бекіністерді қай жылы талқандады десеңіздер, 1843 деп жауап береміз. Сондай-ақ 1840 жылдарға қарай Жанғожа Нұрмағамбетұлы мен Кенесары Қасымұлы арасында туыстық қарым-қатынас орнатылған болатын. Қалай десеңіздер, просто Жанғожа Нұрмағамбетұлы өзінің туған қызын Кенесарыға тоқалдыққа берген болатын. Өйстіп Кенесары хан, жаңағындай енді өйтіп айтуға болмайды, бірақ Жанғожа Нұрмағамбетұлының күйеу баласы болды деп айтсақ болады. Өйткені хандарды күйеу бала деп атамайды негізі біздің қазақ тарихында. Енді 1845 жылға келетін болсақ, 1845 жылы Жанғожа Нұрмағамбетұлы Хиуаның 2000 сарбаздан тұратын ірі жасағын жеңген болатын. Сондай-ақ ол осы 1845 жылға қарай Кенесары Қасымұлы әскеріне қосылып, Кенесарымен бірге Жаңақорған, Күмісқорған, Шымқорған және Қосқорған сияқты жерлерге шабуыл жасайды. Өйткені қарасаңыздар, мына жақта мына жақта Хиуаға қарсы шығып жатыр ғой Жанғожа Нұрмағамбетұлы. Мына жақта да Хиуаға қарсы шығып жатыр. Мына жақта да Хиуаға қарсы шығып жатыр. енді Кенесары Қасымұлы оны попросить еткен болатын. Жанғожа көке, маған Қоқан хандығына қарсы соғысқа көмектессеңіздер, маған сіздің көмегіңіз қажет деп осындай сұраған болатын. Нәтижесінде Жанғожа Нұрмағамбетұлы өз әскерімен Кенесарының әскеріне қосылды. Сөйтіп Кенесары мен Жанғожа бірігіп осы қоқандықтарға қарсы Жаңақорған, Күмісқорған, Шымқорған және Қосқорған сияқты бекіністерге шабуыл жасады. 1845 жылы Жанғожа Нұрмағамбетұлы Кенесары ханның өтінішімен Созақ бекінісін басып алуға көмектескен болатын. Бізде сұрақ болады. Жанғожа мен Кенесары екеуі бірігіп, Созақ бекінісін қашан басып алды десеңіздер, 1845 жылы деп жауап береміз, құрметті оқушылар.
Күндердің бір күні Қоқан хандығы қазақтың Созақ қамалын басып алды. Сол кезде Созақ қамалын басқарып отқан Қоқанның бегі қазақтың 13-18 жастағы бір қыздан күніне өзіне жіберіп отыруды бұйырған болатын. Осы кезде қазақ халқы қатты қорықты. Осы әңгіме Кенесарыға жеткенде Көкшетауда жатқан асыл текті ханымыз қазақтың әр қызының намысы үшін батырларды атқа қондырып, әр жігіт 3 аттан қосақтап, шауып отырып, 6 күнде Созақты қоршаған болатын. Әйтпесе, Көкшетаудан Созаққа дейін 1 айлық жол еді. Сөйтіп Кенесары Созақ қаласын қоршап, сол кезіндегі Созақ қаласын басқарып атқан Қоқан бегінің басын алған болатын. Ендігі намыс жігіттер сендердің қолында деп Кенесары аманат қалдырып кетті. Енді қоқандықтардың бірнеше бекінісін басып алғаннан кейін 1847 жыл біз енді Кенесары хан қайтыс болып кетеді. Кенесары хан қайтыс болғаннан кейін Жанғожа Нұрмағамбетұлы тоқтамады, өзінің жаңағыдай көтерілісін жалғастырған болатын. Сөйтіп Жанғожа Нұрмағамбетұлы өзінің вниманиясын хиуалықтарға қарсы жұмсаған болатын, және де Жанғожа Нұрмағамбетұлы 1847 жылы Хиуаның Жаңа қала деген жаңағыдай бекінісін қиратты. Ал 1847 жылы сондай-ақ Қожанияз деген қаласын басып алған болатын. Бізде сұрақ болады сонда, 1847 жылы қандай жерлерін басып алды десеңіздер, Қожанияз қаласы және Жаңа қала сияқты қаласын басып алды дейді. Именно Жаңа қаланы басып алды деп бізде Қабылдинов деген кітаптан айтады да. Ал енді Қожанияз қаласын басып алды деп бізде Омарбеков деген кітапта айтады. Міне көрдіңіздер ме? Кейбір тақырыптар болады, құрметті оқушылар. Екі кітаптың қосындысынан бірге оқуымыз қажет болады. Жақсы. Келесі. Енді Жанғожа Нұрмағамбетұлының патша үкіметіне қарсы күресін жүргіземіз. Біз жаңа Жанғожа Нұрмағамбетұлының Қоқан хандығына қарсы, Хиуа хандығына қарсы күресін өттік. Енді Жанғожа Нұрмағамбетұлының патша үкіметіне қарсы. Патша үкіметі дегеніміз мынау Ресей империясына қарсы күресін өтеміз. Жанғожа Нұрмағамбетұлының Ресейге қарсы күресі 1856 мен 57 жылдар болды. Негізі Ресей империясы былай айтты. Қараңыздар. Біз Қазақстанның оңтүстік аймағын басып алған жоқпыз. Басып алу үшін, біз жаңағындай Жанғожа Нұрмағамбетұлымен кездесуіміз керекпіз еді. Және де осы сыр төменгі ағысы бойында әскери бекіністер тұрғызуымыз қажет деді. Ресей империясы басында Жанғожамен не істейді? Келіседі, кездеседі. Ресей империясы тұрады айтады: Жанғожа, давай біз сізге көмектесейік. Хиуалықтарға қарсы, қоқандықтарға қарсы көтеріліске көмектесейік. Ал сіздер бізге көмектесіңіз. Қазақтар тоже Ресей империясының қол астына өтіп кетсін, именно сыр бойындағы қазақтар дейді. Енді Жанғожа басында хиуалықтар мен қоқандықтарға қарсы ресейліктермен уақытша одақ құруға мәжбүр болады. Орыстар да андай ғой, өте андай керемет ұсыныс тастайды Жанғожаға. Жанғожа, біз саған давай жыл сайын 200 сом көлемінде жалақы береміз, саған жасауыл деген атақ береміз, саған бірнеше жер береміз дейді. Алайда кейін Жанғожа Нұрмағамбетұлы не істейді? Жоқ, рахмет, осы жерден бізді әңгімеміз тоқталсын, мен сендермен бірге қосылмаймын, және Хиуа мен қоқандықтарға қарсы енді больше көмектеспей қойыңыздар дейді. И осы орайда Жанғожа Нұрмағамбетұлы мен Ресей империясының арасында соғыстар басталады. 1856 жылы Жанғожа Нұрмағамбетұлы Ресей империясының Қазалы деген қамалын қоршауға алады. Осы кезде Қазалы қамалын қорғауға Ресей империясы өздерінің Фитингов деген атақты қарулы отрядын жіберген болатын. Ал енді Ресей империясы мен Жанғожаның арасында шешуші шайқас қай жерде болды десеңіздер, шешуші шайқас бізде, құрметті оқушылар, 1857 жылы Арық балық деген жерде болған болатын, және осы Арық балық жерінде Жанғожа Нұрмағамбетұлы не істеген болатын? Жеңіліске ұшыраған болатын, құрметті оқушылар. Ал Жанғожа Нұрмағамбетұлы 1860 жылы қаза тапқан болатын. Қалай қаза тапты десеңіздер, Ресей әскері Жаңғара деген ауылды қоршап, сол Жаңғара ауылында болған, Жаңғара көлін маңайында өмір сүріп отқан Жанғожа Нұрмағамбетті ұстап, оны не істеген болатын? Өлтіріп тастаған болатын. Және де осы Жанғожа Нұрмағамбетұлына байланысты оның соңғы өмірінің сәті туралы бізде Мейер әдемі суреттеп жазған болатын. Міне ана жақты көресіздер ғой, Ресей әскері Жанғожа Нұрмағамбетұлы 60-80 жасында өлтіріп тастады. Мейер деген атақты адам бар тарихшыда. Осы Мейер негізі екі адам жайлы айтады. Біріншісі,
Бұл Кенесары жайлы айтады. Кенесарыға сөзсіз ерлік тән еді деген. Екіншісі осы Жанқожа туралы айтады. Көрдіңіздер ма? Өзі Мейер өзі екі тарихи тұлға айтады. Ол біріншісі Кенесары болса, екіншісі осы Жанқожа Нұрмағамбетұлына байланысты ақпараттар. Енді Жанқожа Нұрмағамбетұлына байланысты қандай оты базасын сұрақ келеді, осыны қарап жүрейік. Жанқожа батырға қатысты оқиғаларды хронологиялық реттілікпен орналастырайық. Так, Жаңақала шабуыл қашан болды? 1847-де болды. Қазалыны қоршады 1856 жылы. Арықбалық түбінде шешу шайқас 57, Жаңғара 1860. Сонда біреу, екеу, үшеу, төртеу болып тұр, иә? Міне А варианты кеп тұр екен. Жанқожа Нұрмағамбетұлына қатысты оқиғаларды хронологиялық реттілікпен қойып шығайық. Жақсы, Бесқала 1836, Қожанияз қаласы 1847, Созақ 1845, Қазалы 1856. Сонда болады біреу, үшеу, екеу, төртеу. 1, 3, 2, 4 деген бізде В варианты болды. Жанқожа батырға қатысты дұрыстайық. Орыстаймен шайқаста Ақбұлақта өтті? Жоқ, Ақбұлақта емес, Арықбұлақ деген жерде өтті. Кенесарымен туыстық қарым-қатынасы орнатты. Прикиньте, даже осыны сұрақ келеді. Бұл дұрыс. Хиуаға қарсы орыстардан қолдау таппақ болды, Қоқан хандығына қызмет етті. Так, бұл жерде енді құрметті оқушылар, бізде Хиуа хандығына қызмет еткенде келмейді. Бұл жерде 2 мен 3 болады. 2 мен 3. Келесі сұрақ. Жанқожа батырға қатысты дұрыс емес дәйек. Жанқожа Табын руының басшысы болды. Жоқ, Табын руының емес, Шекті руының басшысы болды. Сондықтан да мынау бізде дұрыс емес. Ресей жоғары өкімет билігінің атынан батырға Жасауыл деген атақ берілді. Бұл дұрыс. Көтеріліс негізгі күштері жеңілгеннен кейін Жанқожа батыр Қоқан ханға өтініш жасап, әскери жасақ құруды беруді ұсынды. Батырдың өмірінің соңғы сипатын, мынау бізде дұрыс, мынау бізде дұрыс емес. Сонда 1 мен 3 дұрыс емес. 1 мен 3 дұрыс емес екен. Жақсы. Кеттік. Енді Жанқожа батырдың, яғни осы қай мемлекетке қарсы қандай соғысқа қатысты? Мысалы, Жанқожа Нұрмағамбетұлы қоқандықтарға қарсы Созақ бекінісін қоршады, дұрыс па? Яғни Кенесары Қасымұлымен 1845 жылы 1 А дейміз. Ресей империясына қарсы бізде Қазалы қамалын қоршады, дұрыс па? 2 Б дейміз. 2 Б. 3 Хиуа хандығына қарсы Қуандырия бекінісін талқандаған болатын. 3 Ә дейміз. А, Б деген жауап бар ма екен? А, Б деген жауап С вариантында бар екен. Және құрметті оқушылар, міне Жанқожа Нұрмағамбетұлына байланысты осындай карта. Бұны арнайы біздің историканың дизайнерлері істеді, сіздерге түсінікті болу үшін. Осы енді сіздерге арнайы конспекттерде бар осы. Яғни қараңыздар, міне Жанқожа Нұрмағамбетұлы бекініс қай жер? Бесқала бекінісін қашан қиратты? Міне мына жер Бесқала деген көрдіңіздер ма? Арықбалық деген соңғы шешу шайқас қай жерде болды? Мына жерде болды. Қазалы деген қай жер? Мына жер. Қызылқұмда қай жерде қайтыс болды? Міне осы жерде қайтыс болды. Ресейдің салып атқан бекіністер қай жерде болды? Осы жерде болды. Жаңақала деген бекініс 47 жылы, міне осы жерде болған болатын. Бұл Жанқожа Нұрмағамбетұлына байланысты тарихи ақпараттары. Осы сұрақтар бойынша ғана ұбт базасынан сұрақ келеді. Енді келесі тарихи тұлғамыз бұл бізде Есет Көтібарұлы. Біріншіден, Есет Көтібарұлы бастаған көтеріліс, құрметті оқушылар, Есет Батыр дегеніміз кім? Біріншіден, Есет Батыр ол бізде 1807 мен 1888 жылдар аралығында өмір сүрді. 980 жас жасапты, база жоқ. Бұл кісі бізде Шалқар ауданы Ақши деген ауылда дүниеге келген. Руы қай рудан десеңіздер, Қабақ деген руының басқарушысы болды. Кіші жүзінде бізде Қабақ деген ру бар, сол Қабақ деген руына болған. Мынау сол Есет Көтібарұлының оригинал суреті. Өйткені сол кездің өзінде де фотоаппарат болған болатын. Енді Есет Батыр шауып келе жатыр. 1838 жылы Елек бекінісіне шабуыл жасаған болатын. Және осыдан көтеріліс басталды. Яғни бізде сұрақ болды, Есет Батырдың көтерілісі қай жылдан, қандай оқиғадан кейін басталды десеңіздер, 1838 жылы міне Елек деген бекініске шабуыл жасаудан басталған болатын. Ал 1847-48 жылдары Есет Көтібарұлы, құрметті оқушылар, Жанқожамен бірге Хиуа мен қоқандықтарға қарсы күрескен болатын. Осы кезде 47 мен 48 жылы Жанқожа мен Есет бірге жүрді. Ал 1847 жылы Есет Батыр өзінің әскерімен Жем деген өзен бойында орыстарға тұтқиылдан соққы берген болатын.
1854 жылы көтерілістершілерді талқандау үшін, именно Исет батырдың көтерілісшілерін талқандау үшін бізде орыстар Врангель деген атақты адамын жіберді. Барон Врангель деген адам осы Исет батырдың әскерін талқандау үшін, оларды жазалау үшін 1854 жылы Қазақстан аймағына келген болатын. Және де 1858 жылы Бородино деген адам, арнайы Бородин басқарған отряд осы Исет батырдың көтерілісін бір жолата жеңді. Сөйтіп 1838 жылы бастаған Исет батырдың көтерілісі 1858 жылы аяқталды. Яғни бізде тоже негізі жылмен сұрамайды. Енді хронология жылға келетін болсақ, Исет батырдың негізі көтерілісі 1838 бен 1858-де болады. Алайда Исет батырдың көтерілісі андай подряд болған жоқ та, кейбір жылдары демалды, кейбір жылдары әскерін жинады деген сияқты. Әскер демекші, осы Исет батырдың қол астында 1000-ға жуық әскер болған болатын. Ресеймен 20 жыл күрес жүргізген Исет батыр 1858 жылы Ресеймен өз еркімен бейбіт келісім шарт жасауға мәжбүр болды. Өйткені уже түсінді, Ресей империясына қарсы никак жиналмайсың. Тем более сенде 1000 ғана әскерім бар. 1858 жылы Бородинодан ұтылып қалғаннан кейін Исет батыр мойындау керек болды, Ресей империясын. Сөйтіп, бізде сұрақ болды, Исет батыр неге Ресей мемлекетімен бейбіт келісім шарт жасауға мәжбүр болды десеңіздер? Өйткені Ресейді аса қуатты әскери машина екенін түсінді. Енді осы патша үкіметі кейін Исет батырды қолданған болатын. Яғни Исет батыр, сен бізге көмектес, біздің Қазақстан аймағын толығы, ұлы жүз болсын, оңтүстік аймағы болсын, барлығы Ресей империясының қол астына өтсін деді. Сөйтіп патша үкіметі Ресей империясына қарсы жүргізген көтерілісін кешірді, Исет батырды кешірді. Исет батырға сондай-ақ түтін салығынан босатылған болатын. Исет батыр, бізде сұрақ болды, түтін салығынан қашан босатылды десеңіздер, 1858 жылы түтін салығынан босатылды. Және де Исет батыр кейін Торғай облысындағы Қырғыз уездік бастығының көмекшісі қызметін атқарған болатын, құрметті оқушылар. Енді осы Исет батыр туралы бізде зерттеуші Булжер Димитриус Чарльз деген адам бар, сол дерек қалдырған болатын. Жалпына Булжер деген адам бар. Осы Булжер Димитриус Чарльз өзі 2 адам жайлы ақпарат қалдырған. Бұл біріншісі Сырым датыл болса, екіншісі осы Исет батыр жайлы ақпараттарды қалдырған. Енді Исет батырға байланысты картамыз қайда? Міне Исет батырдың картасы. Міне Исет батыр осы Торғай облысы Ырғыздың уезінің басшысының көмекшісі болды. Және көтерілісті міне осы Елек бекінісінен бастаған болатын. Енді Исет батырға қандай сұрақтар келеді екен? Қарап жіберейік. Исет батырдың өз руластарын патша үкіметіне қарсы күреске жігерлендіру шақырудан жазған зерттеуші, бұл бізде Булжер. Исет батырдың патша үкіметімен бейбіт келісімге келу себебі, потому что Ресейдің, менен көріңіздер ме, аса қуатты әскери машина екендігін түсінген болатын. Исет батырға байланысты оқиғалары хронологиялық ретпен араластырайық. Так, Елек болады 1838, Жем болады 1847, түтін салығы болады 1858. Сонда 1, 2, 3 болады екен, я? Так. Исет батыр қатысты дұрыс дейік. Жақсы. Исет сыр бойында қазақтың ұлт-азаттық көтерілісін басқарған батырлардың бірі. Так. Так, мынау бізде дұрыс. Мынау бізде дұрыс емес. Өйткені Темір емес, Ырғыз уездігінің бастығы болды. 1838 Жем өзені емес, Елек. Бізде тұтқиылған Жемге бізде 1847-тер жасады негіз. 47-тер жасады. Так что мынау да дұрыс емес. Ресеймен 20 жыл бойы жанқиярлықпен күрес жүргізді. Дұрыс. Сонда 1 мен 4 болады. 1 мен 4 деген С варианты келеді екен. Дұрыс емес дәйектерді анықтайық дейді. Кіші жүздің Қабақ руының басшысы болды. Бұл дұрыс. 54 жылы көтерілісшілер талқандау үшін Барон Врангель бастаған жазалаушы әскер жіберілді. Бұл бізде дұрыс. Патша үкіметі батырдың көтерілісін басқан соң оны құдалауға ұшыратты. Жоқ, құдалауға ұшыратпады. Так. 1800 Фитингов бастаған әскер жасақ көтеріліс бір жолата жеңді. Фитингов бастаған емес. Так, сонда бұл жерде қайсысы болады дұрыс емесі? 3 пен 4 варианты болады екен. Міне құрметті оқушылар, 23 минуттың көлемінде Исет пен Жанғожаға байланысты тақырыптарды талдап қана қоймай, сол тақырыпқа сай практикалық жұмыс жасаған болатынбыз. Бүгінгі видео сабағымыз осымен тәмам. Сіздермен бірге болған Әлібек ағай. Келесі видео сабақта кездескенше.